біздің орталыққа келіп жүгінуге болады. Барлық ақпарат жасырын түрде. Жасөспірім мен ата-ананың арасында байланыс жоқ болып жатады. Көп жағдайда ерте жүктіліктерде өте көп зардаптар бар. Соңғы жылдары елімізде кәмелет жасқа толмаған қыздар арасында жүкті болып, ерте ана атанатындар саны көбейіп келеді. Олардың басым көпшілігі 9 сынып бітіріп оқуға түскендер болғанмен, арасында мектеп қабырғасында жүріп те ана атанатындар жетерлік. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстандағы жасөспірімдердің жүктілігі мен жасына жетпей ана атануы соңғы бірнеше жылда 50,5%-ға көбейген. Өрімдей қыздарымыздың ана жолын ерте бастап кетуіне не себеп? Ерте жүктіліктің етеге алуына кім кінәлі? Қанша айтылса да дауасы табылмаған осы мәселені шешу үшін не істеу керек? Осы жайлы толығырақ бүгінгі біздің сюжетімізде. Жалпы Қазақстанда және біздің Қарасай ауданында да кәмелетке толмаған 18 жасқа дейінгі қыздар арасында жүктілік мәселесі өзекті болып тұр. Және осы көрсеткіштің өсімі бар. Сондықтан біз дәрігер мамандар ретінде осы жастардың денсаулығына алаңдап, ақпараттық түсіндіру жұмысын неғұрлым көп жүргізуге тырысамыз. Ерте жүктілік жағдайында, ерте жүктілік болсын қандай да бір проблемамен бізге жасөспірім қыздар келеді ғой. Көбінесе мен өзімнің практикамда байқаймын, отбасының рөлі өте үлкен екен. Себебі отбасыдан жылу көрмеген қыз бала далаға қарай қашады ғой. Бір ер адамның айтқан жылы сөзіне сеніп қалуы мүмкін. Біріншіден, екіншіден ойлаймын, енді әрине сауаттылықтың аздығы өйткені сөйлесе келе, консультация жасаса келе айтады, мен білген жоқпын, бізге айтылған жоқ, мектепте ашық түрде айтпайды, қателестім дегенде, ал кейбір кезде зорлық-зомбылыққа шығып жатады, айта алмадым, қорықтым деген қыз бала нәзік қой. Біздің кезімізден гөрі қазір жастар дамып кеткен, оларға жол көрсету керек. Ана қыз балаға жақын болу керек. Ерте бастап қызығушылық оянып келе жатқан кезде ата-анасы, мысалы қыз баламен етек туралы қалай сөйлессе, сол сияқты қыз бен жігіттің арасында қарым-қатынас, мысалы сексуалдық денсаулық деген не, репродуктивті денсаулық деген не, махаббат деген не, ғашықтық деген не, және жыныстық қарым-қатынас деген не. Ашық айта алу керек. Енді біз бұл жерде психология тарапын айтып отырмыз да, бірақ ерте жүктіліктің тек қана психологиялық кері әсері емес, сондай-ақ денсаулық жағынан да кері әсер бар. Осы ретте ерте жүктілік қыз баланың денсаулығына қаншалықты кері әсер беруі мүмкін? Жаңа ғана жетіліп келе жатқан организм, ол қыз бала енді ғана денсаулығының барлық жүйелері әлі толық қалпына келмеген. Жүрек тамыры болсын, зар шығару болсын, ас қорыту жүйесі болсын, орталық жүйке жүйесі әрине. Оның үстіне егер жүктілік орнаса, әрине ол өте көп зардаптары бар. Жүктілік кезде бізде үшінші қан айналымы қосылады, өздеріңіз білесіздер, оны организм көтере алмай қалуы мүмкін. Соның салдарынан түсіктерге қауіп болып жатады. Ай күні жеткенмен босану барысында түрлі қан кетулер болып жатады. Немесе барлығы жақсы болса да балада түрлі ақаулар болып жатады. Жалпы ерте жүктілік болашақта бедеулікке келуі мүмкін бе? Түрлі нелермен, себептермен жүктіліктер үзіліп жатады. Сол бір рет үзілгеннен кейін ол әрине бедеулік немесе жүктілікті көтере алмау невынашение дейміз ғой. Қанша бойына бала біткенмен ол түсік болып жатады. Аборт жасатқан жағдайларда болады. Ол енді ешқандай дәрігер, ол соқыр операция деп жатамыз, кепілдік бере алмайды. Болашақта ана болу бақытына әрине мүмкіншілік болмауы да мүмкін. Ерте басталған жыныстық өмір теріс тәжірибе дейміз, бағанағыдай жоспарламаған жүктілік сияқты не болмаса, жаңағы жыныстық жолмен жұғатын инфекция сияқты бір ауруға тап болдырады. Можете рассказать, именно какие инфекции в большинстве случаев встречаются среди нашей молодежи? Наиболее часто встречающиеся инфекции это сифилис, гонорея, хламидиоз, гарднерилез, уреоплазмоз. К сожалению, чаще всего эти инфекции обнаруживаются уже в более позднем периоде. Есть ли много инфекций, скажем так, даже если они бессимптомные, даже если человек в принципе не чувствует себя больным, да, но они же все равно приводят к каким-то последствиям. Да, наиболее часто встречающиеся это бесплодие, ранние выкидыши, рождение мертвых детей, это суродствование рождения детей, какие-то воспалительные процессы, вплоть до рака предстательной железы, шейки матки у девушек. Білу және қорықпау тәсілін қолдануда ата-ана да білу керек,
бала да білу керек осы қандай артында қауіп қатер бар екенін. Және осы жайында жасырмай, ашық айтып, бейінді маманның көмегіне жүгіну дер кезінде. Ал оны жасырғаннан біз тек қана зардап шегіп жатырмыз. Егер де жасөспірімнің өмірінде қандай да бір қиын жағдай болса, оның ішінде қаламаған жүктілік болып қалған жағдайда біздің орталыққа келіп жүгінуге болады. Барлық ақпарат жасырын түрде. Себебі біздің орталықтың негізгі қағидасы ол сенімді қарым-қатынас орнату. Және біздің сенім телефондарымыз бар. Осы телефонға хабарласып жазуға болады, ауызша звондап айтса болады. Қай жерде мәселе болып тұр, қандай мәселе болып тұр. Әрине аты жөнін айтпаса да біз молодежь журналист, біздің жастар денсаулық орталығының ерекшелігі, біз мына медициналық мекемеге тіркелу дәрежесіне қарамаймыз, әлеуметтік сақтандыру статусына қарамаймыз. Алғашқы кеңесті біз береміз, қалай болғанда да. Бейінді маманның кеңесін ұйымдастырамыз.